Құрметті YouTube көрермендерім, мына керемет бүгін мен лук-порей қосылған қайнатпа сорпа жасадым. Енді бұл бар ғой, бұл қайнатпа сорпамыз, білесіздер ма? 1001 ауруға шипасы бар, емдік қасиеті бар сорпа бұл. Тура осы мен жасағандай жасасаңыздар, мен сіздерге айтайын, қазіргі таңда мынау елдің бәрі грипп болып ауырып жатыр ғой. Сол грипп болып ауырып жатқан адамдар осындай сорпаны жасап ішсе, ертесіне аттай жүгіріп кетеді. Қара малдың етін білесіздер, 1001 ауруға ем. Сондықтан осы қайнатпа сорпамызды осы қара малдың етімен жасайын деп тұрмын. Өте бір сосын бір айтып кетерім, етті ұзағырақ қайнатуларыңыз керек. Өйткені мына сүйектің ішіндегі бүкіл маңызы шығу керек сорпаға. Сол кезде ғана бұл дауамызға, дертімізге шипа болады. Соны біліңіздер. Мына аяқ қол сырқырайтын, қазіргі таңда грипппен ауырып жатқандар осы қара малдың сорпасын ішіңіздер, қайнатпа сорпасын. Сізден де кеттік, осы суымызға салайық. Барлығын етіміздің. Енді бір қайнағаннан бастап бір 2-3 сағат қайнатамыз ұзағырақ. Мінекей қайнатпа сорпамыз жайлап қайнап жатыр. Мен ана бетіндегі шыққан мынандай көбіктерін шыққандай алып тастаймын. Сәбізін салып жібереміз сорпамызға. Сорпамызға пиязын салып жіберейік. Қайнатпа сорпа болған соң пиязын ірілеп торай салдым. Енді мынау помидорымызды салып жіберейін. Негізі қайнатпа сорпаға егер помидорыңыз болмаса, салмай қойсаңыз да болады. Сорпамыз бір керемет болып қайнап жатыр. Енді оған мен картошкасын салып жіберейін. Қазір салып жіберемін. Мінекей картошкамызды салып жібердік. Құрметті YouTube көрермендерім, мына тәтті бұрышымызды дайындап қойдық қайнатпа сорпамызға. Сонымен қоса мына көк ащы бұрышымыз қосайын деп тұрып. Бұл ащы бұрышты да мынау тәтті бұрышты 10 минут қалғанда саламыз ғой сорпамызға. Сол кезде салу керек. Ертерек салсаңыздар, бұның дәмі құрып кетеді, ешқандай пайдасы болмай қалады. Бұл ащы бұрышымыз керемет дәм береді негізі тағамдарға. Қайнатпа сорпамызға мынау 4 бас чесногымыз саламыз, турап. Мінекей қайнатпа сорпамызға чесногын, сарымсағын салып жатырмыз. Қараңыздаршы, керемет болып қайнап жатыр өзі. Помидорымыз бар ғой, қызанағымыз күшті свет берген. Өздеріңіз көріп тұрғандай тамаша болып. Иісі деген енді керемет болып пісіп жатыр. Мінекей бұрыштарымызды салып жіберейік. Өйткені пісуіне енді бір 15 минуттай қалды. Сол үшін бұрыштарын да салуымыз керек. Құрметті YouTube көрермендерім, бұл қайнатпа сорпамызға ең маңыздысын айтайын, не қосып жатқанымызды. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай лук-порей. Қазақшасы бұның жай ғана сопақша ұзын пияз деп аталады. Бұл білесіздер ма, бұл лук-порейдің енді бар ғой, қазір сіздерге айтсам пайдасын. Енді айтып өздеріңізде таң қаласыздар. Бұл жай ғана пияздың өзі неге пайдалы екен? Бұл біріншіден, бұл суыққа қарсы әсер береді. Сондай кереметтігі. Сосын мына
онкологический ауруларға өте пайдалы, диабет ауруларына пайдалы. Бұның пайдасы енді шексіз. Мен сіздерге айтайын. Өздеріңіз интернеттен қараңыздаршы, лук-порей жайлы. Өте бір керемет. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, мына осы сорпа, осындай қайнатпа сорпа жасап тұрсаңыздар, осы лук-порейді қосып тұрыңыздар. Менің кеңесім сіздерге. Лук-порейімізді негізі сорпамыздың 5 минут қалғанда дайын болуына. Сонда ғана салу керек. Сонда ғана бұның пайдасы болады. 5-ақ минут қалғанда. Құрметті YouTube көрермендерім, мына керемет бүгін мен лук-порей қосылған қайнатпа сорпа жасадым. Енді бұл бар ғой, бұл қайнатпа сорпамыз, білесіздер ма? 1001 ауруға шипасы бар, емдік қасиеті бар сорпа бұл. Тура осы мен жасағандай жасасаңыздар, мен сіздерге айтайын, қазіргі таңда мынау елдің бәрі грипп болып ауырып жатыр ғой. Сол грипп болып ауырып жатқан адамдар осындай сорпаны жасап ішсе, ертесіне аттай жүгіріп кетеді. Ас болсын, рахмет баршаңызға.